шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғып өтемін заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан даттап. Ассаламу алейкум ардақты ағайын, құрметті әлеуметтік желіні қолданушылар. Біз бүгін арнайы сіздердің назарларыңызға жақсы бір сұхбатты ұсынғалы отырмыз. Мұнайлы ауданы Айрақты тұрғын үй массиві, соның ішіндегі Бейтанов қожалығына арнайы келіп отырмыз. Біз енді бұған дейін сіздердің назарларыңызға осы Маңғыстау өңіріне, елімізге белгілі өнерлі ұлдарыңыз бен қыздарыңызды, яғни атап өтсек, әнші, жыршы, күйші қыздарыңыз бен ұлдарыңызды насихаттаған болатынбыз. Енді біздер мүлде басқа арнаға бұрылғалы тұрмыз. Себебі қазақтың әуелінде ата кәсібінің бірі ауыл шаруашылығы. Оның ішінде 4 түлік: жылқы, сиыр, түйе, қой, ешкі деген секілді. Бүгін енді арнайы осы Мұнайлы ауданындағы Бейтанов шаруа қожалығындағы мынау үлкен шаруашылыққа қадам басып келіп отырмыз. Менің жанымдағы, оң қанатымдағы осы шаруашылықтың бас шебері, осы шаруадағы басты үлкен жүрген ағаларымыздың бірі Талғат ағамыз. Ал Талғат аға, қош көрдік. Мынау жақсы бір сұхбатқа келісім беріп, бізбен бірге осы сұхбат жасағалы тұрсыз. Үлкен рахметімізді айтамыз. Өзіңіздің бір лебізіңізді бастап айтып жіберсеңіз. Қалайық, баршаңызға сәлем, амандық болсын әрқашанда. Мынау шаруашылық айналысып жатқанымызда 10 жылдан асып кетті уже, Құда қаласа. Мен өзім жүргеніме 5-6 жыл болды осырда. Бәрекелді. Осы мынау жылқы егін шаруашылығы. Егін шаруашылығы бар, кішкентай. Әйтеуір Құдай бұйырғанын көріп жатыр. Мынау ел, халқымыз мына емге ішеді осыны. Бәрекелді. Сауманы. Оның үстінде қымыз бар, сол ішеді қымызды. Әйтеуір қолдан келген көмек мынау. Бәрекелді. Үлкен рахмет. Енді жаңа осы сұхбаттың алдында да сізбен сұхбаттасып жатырмыз. Сұхбаттан тыс. Осы шаруа қожалықтың ашылғанда бір 10 шақты жылдың ожақ-бұжағы болып қалған екен. Мұнайлы ауданымен қатар құрылған десек те болады. Енді осы сіздің шаруа қожалығына келгеніңізге 5-6 жылдың 100 ғана болып қалған екен. Енді жаңа осы қожалыққа кіргеннен бастап біздің мына сол қанатымызда күншығыс жақ бетінде егін шаруашылығы, оң жағымызда жылқы шаруашылығы. Енді Аллаға шүкір, қатарларыңыз көбейіп өсіп жатыр екен. Енді мынау қазіргі таңда халыққа ұсынып жатқан осы жылқы өнімінің ішінде қымыз бар, саумал бар. Сол жөнінде бір нақты бір ақпарат бере кетсеңіз. Саума болғанда, бұл саума халық емге ішеді бұны. Бәрекелді. Бұл емге адамның 12 мүшесіне пайдалы. Негізі ішіп жүрген адамдардың біразы емделіп, әйтеуір Құдай жақсы жағына қарап жатыр негізі. Жақсы жағына. Біраз 5 мезгіл саулады күніне жылқы. Таңертең 7-де, 12-де, 11-де, 5-де, 7-де кешкі. Келушілердің қатары қалай? Көп пе? Көп. Бір кезде көп болады. Біреулер 10 күн ішеді, біреулер 15 күн, біреулер 1 ай ішеді. Кімге қалай? Бәрекелді. Бұл пайдалы емге үшін. Бәрекелді. Енді баршаңыз білесіздер, 1 қыркүйек күні еліміздің қазақ елінің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жолдаған болатын. Сол жолдаудың бір тармақтарында мынау шағын және орта бизнес өкілдері кеше осы қиын-қыстау әлемдік еліміздегі пандемияға байланысты кішкене де болса кідірістер болып қалды. Оны баршамызға мәлім. Дегенмен енді мемлекет тарапынан субсидиялар бөлінеді деп айтылған болатын. Енді жаңа осы келгеннен бастап біз енді бірінші қоятын сұрағымыз, мемлекет тарапына қандай көмектер бар деп айтып жатырмыз ғой. Енді осы сіздің шаруа қожалығының басшысы айтып жатыр. Бұл жерде бірінші рахметімізді Мұнайлы ауданының әкімдігіне айтқымыз келіп отыр. Себебі енді мемлекет тарапынан әлі субсидия алған жоқпыз, әлі оған мұқтаж емеспіз дейді. Десек те осы шаруа қожалығына мына тоқ көздерін, су көзін, арнайы газ ұсынған екен. Оның өзі де жеке кәсіпкерге үлкен қолдау деп өз қарабасымыз санаймыз. Енді қазір тәке білесіз, мынау қоғамда қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы, өзіңіздің өкшеңізді қуып батқан біз бар, тағы да басқа жас буын ауыл шаруашылығына бет бұруы сәл бәсең десек те болады. Енді өзіңізден кейінгі өсіп жатқан осы ұрпаққа, өзіңізден кейінгі іні қарындастарыңызға бір жақсы бір тілегіңізді, осы бір игілікті іске қарай шақыруға бір айтып жіберсеңіз.
Нағыл деймін енді мынау өзімнің артынан еріп жатқан інілеріме, қарындастарыма, балдарыма, қыздарыма, бәріне. Нағыл деймін мынау осы ата кәсіп қой біздің. Жылқы деген, үшін мал деген ата кәсіп. Осының нақты осының жолын қуса, қараса деймін осыған. Бейімделіп жақсы. Кешегі аталарымыздың, әжелеріміздің жолын жалғастырса деген. Жалғастырса деген ойым мен сондай. Бәрекелді. Жастар. Үлкен рахметімізді айтамыз. Жастар арттан еріп жатыр. Енді жалпы саумалды айтып жатырсыз, қымызды айтып жатырсыз. Жалпы аптаға, айға, жылға осы жылқыларыңыз қанша саумал қымыз беріп тұрады? Соны бір айтып кетсеңіз, статистикасын. Қанша бергенде бұл жылқының июіне байланысты. Бұл сауғанда жылқының июіне байланысты. Бір жылқылар иіт, бір жылқылар иімейді бұлардың. Сонымен ол нақты осындай береді деп айта алмаймыз, бірақ Құдайға шүкір келген адамдар 200 грамм, 300 грамм, 500 грамм тәуба өзінің нелерін ішіп кетіп жатыр. Оған қанағат. Дұрыс айтасыз, сен жаңа ақша тиыннан құралады дейді ғой. 200 грамм, 300 грамммен де жинақтасақ бір тонна, 1,5 тонна, 2 тоннаға да барып қалатын шығар деп пайымдап отырмыз. Жоқ, бұйырғаны болады ол, Құдай деп. Бәрекелді. Енді бұл шаруа қожалығына үлкен алғысымызды білдіргіміз келіп отыр, себебі енді мынау денсаулық сақтау жолында да халыққа біраз еңбектеріңіз сіңіріп жатыр екенсіздер. Оның атынан да біз ұжымның атынан, елдің атынан алғысымызды білдіріп қоямыз. Енді алдағы уақытта осы қожалықтың белгілі бір жоспары бар ғой. Осыны бір қатарын көбейтсек, тағы да бір төрттіліктің бірін әкелсек екен деген. Сол қандай бір жоспарларыңыз бар? Сол жөнінде құпияны бөліспей-ақ қойыңыз, жоспарларыңызды бөлісіп кетсеңіз. Ол жоспар болғанда жоспар көп негізі. Басты жоспар осы жылқы ғой негізі burada. Қатарын көбейту. Қатарын көбейту. Осыны аман-есен алып қалу. Шөйі бар, жемі бар, қарауы бар. Кейінгі өскелең ұрпаққа аманат қылып тастау дейсіз ғой. Тастау. Құдайға шүкір сол бала-шаға. Оның өзі де біраз еңбек талап етеді дейсіз ғой. Обязательно ол еңбек болсыз болмайды. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа осы сұхбаттың алдында да айтып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз. Осы жаңа біз кіріп келгенде халықтың барлығы осы саумалдың етегінде тұр. Енді қазір дамыған заман, халыққа бір жағдай жасалу керек деген сұрақ қойылып жатыр уже сіздің бастығыңызға, ағамызбен сөйлесіп жатырмыз ғой. Енді алдағы уақытта ағаның жоспары осы кіріп келгенде сол қанаттан бір жақсы бір ғимарат тұрғызсам, ішіне халыққа бір жайлы жастанып жататын арнайы бір күту залдарын жасаймын деп жатыр. Құдай қаласа. Сосын мына жерде игерілмей жатқан бірнеше жерлер бар екен. Соны жұмыс жасайын деген қазақтың ұлы мен қыздары болса, мархабат келіп жұмысын жасап, өзінің ата кәсібін ары қарай айналысса, тың жерді игерсе деген бір жақсы тілегін айтып жатыр. Ағамызға да осы Бейтанов шаруа қожалығының басшысы ағамызға да үлкен алғысымызды білдіргіміз келіп отыр. Енді өзіңіздің бір жүрек жарды мынау лебізіңізді біздің арнамыздағы телекөрермендерге айта кетсеңіз. Нағыл деймін халыққа бәріне мынау мың алғыс бұл өмірде. Бұл өмірде адал болу керек бұл өмірде. Бәрекелді, дұрыс айтасыз. Адамгершілік болу керек, сыйластық болу керек. Әрі жағдай бәрі бола береді ғой негізі. Бірақ нақты болу керек. Әр нәрсеге өзінің орны бар. Үлкен рахмет. Енді бұл қожалықта әзірге саумал осы қымыз өндіру жолға қойған екен. Енді сіздердің мынау жылқыларыңыздың қатары көбейіп, осының ішінен басым 100% жылқы болатын болса, соның басым көпшілігі осы біздің өзіміздің Маңғыстаудың адай жылқылары екен. Осының қатары көбейіп, осының ішінен бір бәйгенің аттары шығып, осы қожалықтың атын ары қарай да бір республикаға, елге танытатындай бір жақсы бәйгеттер шықса екен, елге осы халыққа денсаулық сақтау жөніндегі өздеріңіз саумалдарыңызды, қымыздарыңызды ұсына беріңіздер деген жақсы ниет тілегімізді білдіреміз. Бүгінгі сұхбатқа келісім бергеніңізге үлкен рахмет. Қожалықтарыңыз ары қарай қатары дами берсін, төрттіліктің қатары көбейе берсін деген жақсы тілегіміз бар. Сондықтан да сізге үлкен рахмет, шаңырағыңызға шаттық, қуаныш тілейміз, бала-шағаңыздың қызығын көріп, тек қана үлкен мерекелі, берекелі кештерде бірге берейік. Айтқаныңыз Бейтанов шаруа қожалығына үлкен алғысымызды білдіреміз.